Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін сіздермен бірге Қазақстан тарихтан нұсқа талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Парсы патшасы бірінші Дарийдің жазбаларында өз империясының солтүстік шетінде мемлекет атауы. Бізде бұның дұрыс жауабы соғдылықтардың сыртындағы сақтар деген вариант болады. Неге бұл жауап болады? Себебі Қазақстан тарихының 10 сынып кітабының 43 бетінде басқа жазбаларда Дарий өз империясының солтүстік шетінде мемлекетті соғдылықтардың сыртындағы сақтар деп атаған деген мәлімет беріп тұр. Сол себепті осы вариант болады. Келесі, Қарахан дәуіріндегі ірі оқиға. Енді қарайық, бұл варианттар талдайық. Кейбір осымен Қарахандар одақ құрды ма? Жоқ. Кімдер одақ құрды? Оғыздар одақ құрған еді. Исламды қабылдау. Қарахандарда 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялайды. Мемлекеттік дін деп жариялайды. Келесі, Атлах шайқасының болуы. Атлах шайқасы бізде қай жылы болды? 751 жылы. Бұл кімдер? Арабтар мен қытайлар арасында болған болатын. Жібек жолының тоқтауы. Жібек жолы бұл Қарахан дәуірінде жүріп тұрды. Оның тоқтауына әсер еткен бізде теңіз жолдарының ашылуы әсер еткен еді. Теңіз жолдарының ашылуы әсер етті. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы болады екен? Дұрыс жауабы бізде В варианты, яғни исламды қабылдауы болған. Келесі сұрақ. 18 ғасырдың 30 жылдарында Балқаш көлінің оңтүстік шығысында болған қазақ-жоңғар шайқасы дейді. Қараңыздар, қазақ-жоңғар шайқасы деп тұр. Енді Аягөз шайқасы, Аягөз шайқасы қазақ-жоңғар шайқасы болған. Ол 1717 жылы болған. Кейбір деректерде бұл Аягөз шайқасын 1718 деп те береді. Сол себепті осы екеуін бірге жаттап алайық. Аңырақай шайқасы бізде онда 1729 және 1730 жылы болды деп береді. Бұланты шайқасында тура сондай 1726 дейді кейбір деректерде. Кейбір деректерде 1728 деп береді. Енді Құндызжай шайқасы бізде бұл қазақ-жоңғар емес, 1391 жылы Әмір Темір мен Тоқтамыс арасында өткен шайқас болатын. Сонда дұрыс жауабы қайсысы болады? Дұрыс жауабы бізде Аңырақай шайқасы, яғни В жауабы болады. Келесі сұрақ. Оқиғалардың хронологиялық реттілігін анықтаңыз. Енді бұл анықтап айтатын болсақ. Қазақстан Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қай жылы болды? 2010 жылы болды. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасы теңгенің енгізілуі 1993 жылы болды. Қазақстан Республикасы астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілуі 1997 жылы болды. Сонда 2-3-1. Дұрыс жауап қайсысы болады екен? Дұрыс жауабы бізде С варианты болады. 2-3-1. Оқушылар айта кетейін, бұл даталар бізде Қазақстанда 100 датада бар, сол себепті 100 датаны жаттап алыңыздар. Келесі, Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға ескерту жырларын арнаған жырау. Бұны талдап айтатын болсақ, Қазтуған жырау бізде Керей мен Жәнібектің кезінде өмір сүрген, ол яғни 15 ғасырда өмір сүрген жырау. Шалқия жырауда шамамен сол уақыттарда бұл 15 және 16 ғасырларда өмір сүрген жырау. Үмбетей жырау Абылай ханның өзімен бірге өмір сүрген, яғни 18 ғасырда. Келесі Жиенбет жырау бұл Жаңғыр хан мен Есім ханның кезінде өмір сүрген. Орбұлақ шайқасына қатысқан Жиенбет жырау бұл дегеніміз 16 және 17 ғасырларда өмір сүрген жырау. Айта кетейік, осы Жиенбет жырау бізде Орбұлақ шайқасына қатысқан болатын. Енді сонда қайсысы болады? Дұрыс жауап бізде Үмбетей жырау болады.
оқушылар интернетке терсеңдер 15 жыраудың Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға не деп ескерткендігі туралы жырда бар, интернетте бар. Ары қарай кетсек, келесі біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың соңында Үйсін мемлекеті құрылған аймақ. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань аумағы болады. Неге бұл вариант болады? Себебі Қазақстан тарихы 10 сынып оқулығында Үйсін мемлекеті жайлы ақпарат берілген. Сол жерде біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың соңында Жетісу, Тарбағатай және Тянь-Шань аумағында үйсіндер құрылды деп айтқан болатын. Осы себепті дұрыс жауабы болады. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Қазақ хандығының солтүстіктегі жерлерін Сібір хандығының есебінен кеңейткен саяси қайраткер. Бұны қарайық. Бірінші Хақназар. Хақназар хан Сібір ханымен соғысты ма? Соғысты, Сібір хандығымен соғысты. Сібір хандығымен соғысты. Келесі Жәңгір хан. Жәңгір хан бұл жоңғарлармен соғысты. Яғни Жәңгір ханның тұсында жоңғар хандығы құрылды. Жоңғарлармен соғысты. Әсіресе Жәңгір хан жайлы ат үстіне түспеді деп айтылады. Сол себепті бұл жоңғарлармен соғысты. Сібір хандығына Нидаетова болды. Былайша салпақ тілде айтқанда. Жоңғарлармен соғысты. Керей хан бұл қазақ хандығын құрды және ол Әбілхайыр Шайбанимен соғысты. Әбілхайыр Шайбанимен соғысты. Яғни көшпелі өзбектер мемлекеті дейміз. Біз сол Әбілхайыр хандығымен соғысқан. Бұрындық хан бізде Керейдің баласы, ол сыр бойындағы қалалар үшін соғысты. Яғни ол Сібір хандығына бұрындық жеткен жоқ. Сыр бойында қалалар үшін соғысты. Сонда қараңыздар, бізде дұрыс жауабы қайсысы болады екен? Дұрыс жауабы бізде А варианты, яғни Хақназар хан. Осыны жерде айта кетейік, бұл ақпарат жайлы Қазақстан тарихын 7-ші сынып оқулығының 177-ші бетінде айтылған. Сол жерде Хақназар Сібір ханымен де күрес жүргізді. Оның қол астына бұрын Сібір хандығына енген рулардың басым бөлігі қарады деп ақпарат берілген. Ары қарай кетсек, келесі сұрақ. 19 ғасырда ертіс бойы мен орталық Қазақстанда көптеген кен орындарын алғаш ашқан кім? Бұл сұрақты қарасақ, қараңыздар. Біріншіден мынаны талдапсақ, Ушаков пен Рязанов. Бұлар келмейді. Яғни бұлар мүлдем дұрыс емес. Неге? Себебі бұлар көпестер болған. Яғни көпес деп отырғанымыз қазіргі заман тілінде саудагер деп айтсақ та болады. Енді бізде екі вариант қалды. Қосым Пішенбаев па, Апақ Байжанов па? Апақ Байжанов бұл Қарағанды көмірін ашқан. Қарағанды көмірін ашты. Қарағанды көмірін ашты. Қосым Пішенбаев болатын болса, ол яғни ертіс бойы орталық Қазақстанда ашқан болатын. Сондықтан дұрыс жауабы бізде Қосым Пішенбаев, яғни В жауабы болады. Айта кетейік, осы сұрақ Қазақстан тарихы оқулығының 8-ші сыныбында 136-ші беттен келіп отыр. Ол жерде былай делінген. Міне, 1833 жылы Апақ Байжанов Қарағанды көмірін алғашқылардың бірі болып ашқан, ал ертіс бойы және орталық Қазақстандағы көптеген кен орындарын Қосым Пішенбаев ашқан. Енді келесі жаңағы біз Ушаков, Рязанов деген көпестер қазақтардың Қарағанды көмір кен орындарын және де Спасск, Воскресенск, мыс кеніштер аймағын өте арзан баға сатып алды деп айтылған болатын. Келесі сұрақ. Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялар мен басшыларын сәйкестендіріңіз дейді. Қарайық. Қазақ АКСР-ның басшысы кім бізде? Сейітқали Меңдешев. Қазақ АКСР бізде Сейітқали Меңдешев болған. Келесі Түркістан автономиясы.
Так, мен былай жазылайын, иә. Түркістан автономиясы. Түркістан автономиясы Мұхамеджан Тынышпаев болған. Мұхамеджан Тынышпаев. Сонда бізде Алашорданікі кім? Алаш автономиясын басы Әлихан Бөкейханов. Сонда бізде дұрыс жауап. Так, бірі В болу керек. Бірі В, иә. Сонда бір А деген варианттар алдымен сызып тастаймыз. Бір А дегендер бір В болу керек. Келі бір В. Түркістан автономиясы бізде Мұхамеджан Тынышпаев 2А, бір В 2А. Сонда дұрыс жауап қайсы болады? В жауап болады. Бір В 2А 3А. Алаш автономиясының бізде Әлихан Бөкейханов. Бізде картамен сұрақ берілген. Бұл жерде былай делінген. Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып, 751 жылы Аттақ шайқасында соғысқан күштерді табыңыз дейді. Енді мына карта қараңыздар. Мына жақтан араб халифаты тұр, мына жақтан Тан империясы Қытайлар тұр. Демек, екеуі мына жақтан Тараз маңында соғысқан. Енді қарасақ, славян түркі бар ма? Жоқ, бұларды сызып тастаймыз. Грек парсы бар ма? Жоқ, сызып тастаймыз. Ауған үнді бар ма? Жоқ, сызып тастаймыз. Сонда дұрыс жауап қайсысы болады? Дұрыс жауабы бізде араб, Қытай әскерлері деген вариант болады. Келесі, айтпақшы, осы Аттақ шайқасы туралы ақпарат Қазақстан тарихының 6 сынып кітабының 18 бетінде берілген болатын. Келесі, Аттақ шайқасы өткен қала маңын анықтаңыз дейді. Қай қалада? Қараңыздар. Мына жақтан арабтар, мына жақтан Қытайлар. Қай жерде? Таразда өтті. Демек, дұрыс жауап қайсы болады? Тараз болады. Келесі, Түркеш қағанатының құлау себебін анықтаңыз. Түркештер құлау себебі. Қара және енді варианттарын оқиық. Қара және сары түркештер арасында бірлестік дейді. Бірлестік деп отырғанымыз бұл татулық, бір шаңырақ астында татулықты білдіреді. Ал қара мен сары түркештер олар тату болмаған. Сол себепті бұл жерде бұл вариантты біз сызып тастаймыз. Олар керісінше Түркеш қағанаты қара және сары түркештер арасында алауыздықтың себебінен болған еді. Сол себепті құлаған еді. Салжұқтармен болған ұзақ жылғы соғыстар. Мына жерде салжұқтар көріп тұрсыңдар ма? Салжұқ дегенді. Жоқ, иә. Демек, бұл вариантты сызып тастаймыз. Келесі, батыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым дейді. Мына картаға қарасақ, батыс түрік қағанаты бар ма? Жоқ. Неге жоқ? Өйткені батыс түрік қағанаты ыдырап, соның орнына Түркеш қағанаты құрылған болатын. Сол себепті батыс түрік қағанаты деген мүлдем сызып тастаймыз. Келесі, соңғы вариантымыз қалды. Бізде шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым дейді. Қысым бар ма? Бар. Мына жақта міне шығыс түріктер мына жаққа міне соғыс жасаған. Демек, қысым бар ма? Бар. Сонда дұрыс жауап қайсысы болады? Шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым болады. Осы сұрақ бізде Қазақстан тарих оқулығына берілген. Ол жерде былай деп көрсетілген. Түркеш қағанаты құлау себептері Қытай және арабтармен соғыс, яғни Аттақ шайқасы. Шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым. Қараңыздар, біз осы вариантты жаңа белгіледік. Қара және сары түркештер арасында қақтығыс. Қараңыздар, міне қақтығыс деп тұр да. Ал бізде не деп берілген еді? Бізде бірлестік деп берді да. Оларда бірлестік болған жоқ, керісінше алауыздық, қақтығыс болған себебінен құлаған болатын. Келесі, Аттақ шайқасының түркі халықтарының тағдырына әсер еткен тарихи маңызын анықтаңыз дейді. Қандай маңызы болды? Так, түркілер арасынан ислам мәдениеті шеттетілді ма? Жоқ. Неге? Өйткені керісінше ислам мәдениеті кеңінен тараған болатын. Сол себепті бұл вариантты сызып тастаймыз. Қытайлар жетісудан қуылды ма? Иә. Бұны үшін отыра тұрайық. Тан империясы картадан жойылды. Тан империясы деп отырғанымыз мынау. Картадан жойылды ма? Жоқ. Бұл жойылған жоқ. Бұны сызып тастаймыз. Арабтар Орталық Азия аумағынан шегінді ме? Жоқ. Керісінше мына Қытайларды жетісудан қуып тастап, өздері Орталық Азияға келді ғой. Сол себепті бұл вариантта болмайды. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы болады екен? Дұрыс жауабы Қытайлар жетісудан қуылды деген вариант болады. Ары қарай кеттік. Келесі, осы Аттақ шайқасы жайлы ақпарат 18 бетінде берілген. Міне
түркі халықтың тағдырына үлкен тарихи маңызы болды деген. Тарихи біліміңізді және картаны пайдаланып Атлах шайқасына қатысты дұрыс дәйектерді табыңыз дейді. Атлах шайқасы 5 күнге соң дұрыс па? Дұрыс. Бұл дұрыс. Атлах шайқасында түркештер мен қарлықтар Қытай жағына шықты ма? Жоқ, керісінше олар арабтар жағына шыққан болатын. Бұл қате. Атлах шайқасынан кейін түркілер арасында тәңіршілдік мәдениет кең тарады. Тарады ма? Жоқ, керісінше ислам мәдениеті кең тарады. Бұны да сызып Бұл шайқас Қытайдың шығысқа қарай бағытталған экспансиясын тоқтатты. Қытайдың шығысы бұл Корея, оңтүстік Корея, солтүстік Корея жақта Қытайдың шығысы. Сол жақ болды ма? Жоқ, керісінше Қытайдың батысқа қарай экспансиясын тоқтатқан еді. Сол себепті бұл вариант қате болады. Келесі, осы шайқастан кейін қарлықтар жетісуда саяси үстемдік қол жеткізе бастады. Бастады ма? Қарлықтар Түркеш ханын құлатып, оның орнына өздерінің мемлекетін құрған болатын. Сол себепті бұл вариант дұрыс болады. Сонда дұрыс жауаптары 1 және 5. 1 және 5. Бізде дұрыс жауап қайсы болады? А варианты болады екен. 1 және 5. Бізде Асфендияровқа қатысты айтылған. Алдымен тексті оқысақ. Санжар Асфендияров 1889-1938 жылдары өмір сүрген. Ташкент қаласында реалдық училищені бітірді. Асфендияров әскери теңіз министрлігінің стипендиясына оқыды. Алдымен Қиырдағы Термезде, кейін Түркістан полкінде әскери дәрігер ретінде майданда болды. Лотос түбінде полкпен бірге неміс қоршауына түсіп тұтқынға алынды. 1916 жылдың басында әскери тұтқындар алмасу барысында Швеция арқылы туған жеріне қайта оралды. 1919 жылдан бастап Түркістан Республикасының денсаулық сақтау, егіншілік халық комиссары, Түркістан Республикасының Мәскеудегі тұрақты өкілі болды. Асфендияров Орта Азия бюросы, Түркістан Компартиясы орталық комитеті, БОАК төралқасы аппараттарына жауапты қызметтер атқарды. Бірінші Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры, Қазақ-КСР денсаулық сақтау халық комиссары, КСР ғылым академиясы қазақ базасы төрағасының орынбасары болды. Кәсіпқой дәрігер бола тұрып, ұлт тарихымен дәуестенді және оның білгірі болды. Сұрақ: мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Асфендияров оқыған Петербургтегі оқу орнын анықтаңыз. Бұл жерде оқушылар, бұл жерде бізде дұрыс жауабы бұның әскери медициналық академияны болады. Неге бұл жауап болады? Себебі дәл осы сұраққа жауап Қазақстан тарихы 9-шы сынып оқулығының 163 бетінде былай делінген. Қараңыздар, міне, Ташкент қаласында реалдық училищені және Петербургтегі әскери медициналық академияны бітірді деп тұрды. Міне, осы жерде жауабы берілген. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Тағы да осы контексттік тапсырма берілген. Енді сұраға: Асфендияров оқыған, Асфендияров мамандығын анықтаңыз. Әскери дәрігер, аудармашы хатшы, өнертанушы ғалым, сот көмекшісі. Бұл жерде оқушылар қараңыздар. Ол майданда болғанда, міне, әскери дәрігер ретінде майданда болды деп айтып тұр. Міне, кәсіпқой дәрігер деп тұр. Егер ол майданда болса, дәрігер болып қызмет атқарса қандай болады? Онда оның мамандығы әскери дәрігер болады. Қалғандары аудармашы хатшы, өнертанушы ғалым, сот көмекшісі мүлдем келмейді. Себебі ол ондай қызметтер атқарған жоқ. Келесі сұрақ. Тағы да осы контексттік сұрақ берілген. Енді сұраға: мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Асфендияровтың жазған еңбегін анықтаңыз дейді. Бұны қарайтын болсақ, әдебиет тарихы бізде бұл Мұхтар Әуезовтікі. Қараңыздар. Мұхтар Әуезовтікі. Тар жол тайғақ кешу Сәкен Сейфуллиндікі. Сейфуллин. Дұрыс жауабы бізде Қазақстан өткені және деректер мен құжаттарда. Осы вариантта жауабы болады. Қазақстан өткені деректер мен құжаттарда. Келесі: мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Асфендияров қатысқан соғысты анықтаңыз дейді.
Енді бұл жерде қарайтын болсақ оқушылар, орыс-швед соғысы бізде 1700 және 1721 жылдары болған. Бұл соғыста солтүстік соғыс деп те атайды. Бұл соғыс негізі ұзақ жыл болған. Ең соңғысы 1809 жылы Финляндияны өзіне қосып алуымен аяқталады. Екінші дүниежүзілік соғысқа Асфендер қатысқан жоқ. Себебі ол кезде ол қайтыс болып кетті ғой. Міне 30 деген жылы ол қайтыс болып кетті ғой. Демек бұны сызбастаймыз біз. Бұл қатысқан жоқ. Бірінші дүниежүзілік соғыс. Бұны қазір қараймыз. Орыс-жапон соғысына керек. Орыс-жапон соғысы бізде қай жылы болды? 1904 және 1905 жылдары болды. Бұл соғыста Ресей жеңілді. Дәл осы соғыста Ресейдің жеңілуі 1905 жылы болған революцияға түрткі болған. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы болады екен оқушылар? Бірінші дүниежүзілік соғыс. Осыған қатысқан. Осы жерде айта кету керек оқушылар. Бізде шатастыру үшін мынандай береді. Қараңыздар. Швеция арқылы деп тұрды міне. Мұна орыс-швед соғысы ма деп шатасасында? Олай емес. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде тұтқынға түскен әскерилерді тұтқындарды алмасу операциясы болған. Және ол кезде Швеция бейтарап мемлекет болғандықтан тұтқындарды Швеция арқылы алмасқан. Яғни Ресей өзіне тұтқынға түскен неміс жауынгерлерін Швеция арқылы жіберген, ал Германия болатын болса өзіне тұтқынға түскен жаңағы Ресейдің жауынгерлерін Швеция арқылы Ресейге жеткізген, яғни өткізген. Келесі тағы да осы контекст берілген. Тарихи білімдеріңізді және мәліметіңді пайдаланып Асфендияровтың ғылыми қызметіне қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз дейді. Ал енді анықтайық. Археология мектебі негізін қалады. Қалады ма? Жоқ, бұл емес. Медицина институтының алғашқы ректоры болды. Я, бұл дұрыс. Бұл дұрыс. Қазір бұл дұрыс. Қазақстанның өткені деректер мен материалдар атты тарихи еңбекті жазды ма? Я, жазды. Бұл дұрыс. 18 ғасырдың соңындағы көтерілістер жөнінде монография зерттеу жүргізді. Кім жүргізді? Бұл Асфендияров жүргізген жоқ оны. Оны негізі Бекмаханов жүргізген болатын. Так, сонда бізде дұрыс жауабы қайсы болады? 2 мен 4. 2 мен 3. Дұрыс жауабы бізде. Да жауабы. 2 мен 3. Ал оқушылар, осымен бізде 20 сұрақ бітті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.